Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін бұлшықет жиырылуының схемасын, механизмін ары қарай түсінеміз. Мен сендерге түсіндіруге тырысамын. Негізі бұлшықеттің, қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуы, олардың сипаты тітіркену жиілігіне тәуелді болады. Осы сөзімді ұмытпаңдар, Сонда қаңқа бұлшықеттерінің, тағы қайталап айтамын, қаңқа бұлшықеттерінің жиырылу сипаты тітіркену жиілігіне тәуелді болады. Енді қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуының екі типі болады. Бұлшықет жиырылуының қанша типі болады екен? Екі типі болады. Бұлшықет жиырылуы. Екі типі болады. Біріншісі жекеленген жиырылу. Екінші сіресіп жиырылу. Қысқартып жасайық, бұлар. Жекеленген жиырылу. Және сіресіп жиырылу. Сонда қанша түрі болады екен? Екі түрі болады. Енді осы жекеленген жиырылуға қарайық. Жекеленген жиырылудың үш кезеңі бар. Жекеленген жиырылудың қанша кезеңі балалар? Үш кезең бар. Бірінші латентті кезең. Латентті кезең. Немесе жасырын. Оның екінші балама ұғымы жасырын кезең. Жасырын кезең. Бұл дегеніміз не? Латентті кезең дегеніміз, жасырын кезең, ол дегеніміз қандай ұғымды білдіреді? Оның анықтамасы қандай? Мұқият тыңдаңдар. Латентті кезең дегеніміз не? Бұл тітіркендіргіш әсер еткеннен жиырылудың басталуына дейінгі кезең. Сонда тітіркендіргіш әсер еткенде бірден жиырылу басталмайды. Латентті кезең болады. Яғни жасырын кезең болады. Сонда тітіркендіргіш әсер етті. Жиырылу басталғанға дейінгі кезеңді латентті кезең деп атайды. Екінші жиырылу кезеңі. Немесе қысқару дейік, бұлшықеттердің қысқару кезеңі. Немесе қысқару, немесе қозу басталу. Қозған кезде бұлшықеттер не істейді? Жиырылады. Немесе қозу фазасы дейік. Ол түсінікті, бұлшықеттердің жиырылуы. Үшінші босаңсу кезеңі. Сонда жекеленген жиырылудың қанша түрі болады екен? Латентті кезең, жасырын кезең қазақшасы, жиырылу немесе қысқару қозу фазасы және босаңсу кезеңі. Енді ғалымдар бақаға эксперимент жасаған. Сол кезде осы жекеленген жиырылуды қарау үшін. Сол кезде бақада латентті кезең 0,1 бақада дейік, бақа деген сөз 0,1 секундты құраған. Латентті кезең. Екінші жиырылу немесе қысқару қозу фазасында ол 0,4 секундты құраған. Ал босаңсу фазасы 0,5 секундты құраған. Көрдіңдер ғой, балалар? Сонда бізде жекеленген жиырылу осындай кезеңдерден тұрады. Енді егерде мен графикке сызатын болсам, ол былай. Мына жерде қозу әлі басталған жоқ. Қозу басталды және босаңсыды. Сонда мынау латентті кезең. Латентті кезең. Мынау жиырылу фазасы. Ал мынау босаңсу фазасы. Көрдіңдер ғой, бұлар? Мынау латентті кезең, мынау жиырылу, мынау босаңсу.
Міне осы жекеленген бұлшықеттердің жиырылуы схемасы осындай. Ал енді балар, осы жерде біз суммация деген ұғымға анықтама берейік. Себебі бұлшықеттердің суммациясы екі түрлі болады. Суммация дегеніміз бірінің үстіне бірі түскен импульстардың нәтижесінде пайда болады. Осыны біз суммация дейміз. Сонымен суммация екі түрлі болады. Бірінші толық емес, екінші толық. Енді бұны түсіндіру үшін мен сендерге кішкентай ғана график жасайын, не балар? Мынау тітіркендіргіш S пен беріліп тұрған балар тітіркендіргіш. Енді бұл жерде Енді қараймыз. Бірінші суммация толық емес дедік, иә? Толық емес суммация дегеніміз не? Егер екінші тітіркендіргіш, міне мына жерде тұр екінші тітіркендіргіш, бұлшықет босаңси бастағанда түссе, онда қисық сызық бірінші жиырудан бөлек болады. Міне, қандай болып тұр? Бөлек болады. Бұл суммацияны толық емес деп атаймыз. Түсінікті ғой, иә? Яғни екінші тітіркендіргіш бұлшықет босаңси бастағанда түссе деп тұрмыз. Міне, екінші тітіркендіргіш босаңси бастағанда түссе, бірінші жиырудан бөлек болады. Міне, мына иықты көріп тұрсыңдар ғой, сонда бөлек. Бұл толық емес. Енді толыққа келейік. Енді бұл жерде S1-ді жаздық. Бұл жерде S2, S3. Енді қараймыз, бізде график қалай шығады. Мынау тітіркенді, мына жерге келді. Бұл дегеніміз не? Екінші тітіркендіргіш, балар, екінші тітіркендіргіш бұлшықет жиырылуы шыңға жетпей тұрғанда, міне екінші тітіркендіргіш бұлшықет жиырылуы шыңға жетпей тұрғанда әсер етсе, яғни босаңси бастамай тұрып әсер етсе, бұл кезде екінші жиырылуда бірлесіп бірігіп кетеді. Осыны суммацияның толық суммация деп атайды. Сонда мынау екінші әсер етті, үшінші әсер етті, бірақ бірігіп кетті. Осыны толық суммация дейді. Түсінікті ғой, иә? Енді бұлшықеттің ұзақ әрі күшті біріккен жиырылуы бұл тетанус деп атайды. Немесе сіреспе. Тетанус. Не деп аталады екен балар? Сіреспе деп аталады. Енді біз тетанусты көрсету үшін мен сендерге тағы да график жасайын. Мына бұлшықеттің жиырылуының жазбасы. Енді қараймыз. Тетанус екі түрге бөлінеді. Бірінші тетанус тіс желі.
Екінші тетанус тегіс. Қаншаға бөлінеді екен балар? Тегіс және тіс желі деп бөлінеді. Бірінші мынау жиырылуға қараймыз. Бұл жиырылу не? Бұл жекеленген жиырылу. Мынау тұрған жекеленген жиырылу. Міне, мынау ғой, міне. Бұл не екен? Жекеленген жиырылу. Бұл не деген сөз? Бағанағы үш кезеңі бар жиырылудың түрі деген сөз. Яғни, сіреспе пайда болу үшін бұлшықетте жекеленген жиырылу аяқталмай тұрып, қайтадан тітіркендіргіш әсер ету керек. Сол кезде тетанус пайда болады. Сонда мынау аяқталмай тұрып, қайтадан әсер етсе, не пайда болады? Тетанус пайда болады. Мынау жекеленген, бұл жерде сумация дейік. Сумация. Яғни жиырылудың сумациясы. Енді үшінші мына жерде көріп тұрғандарың балар, тіс желі тетанус. Көрдіңдер ме мына тістерін? Тіс желі тетанус дейді. Бұл қалай пайда болды? Импульс арасы жақын болған кезде. Импульстың арасы жақын болған кезде. Олардың әрқайсысы бұлшықет жаңадан босаңси бастағанда толық босаңси жүрмей тұрған кезде қайтадан тітіркендір әсер еткенде туындайды. Осыны тіс желі тетанус деп атайды. Түсінікті ғой, иә? Ал мына жерде тегіс тетанус. Біз бағана айттық, тетанустың қанша түрі болады дедік? Мынау тіс желі, мынау қайсысы болды? Тегіс тетанус. Тегіс тетанус дегеніміз импульстар арасы жақын. Алдыңғы тітіркенгіштен кейін босаңсу басталмай жатып, келесі тітіркенгіш әсер еткен кезде үздіксіз жиырылу қабілеті пайда болады. Сол кезде мынау тегіс түседі. Сондықтан бұны тегіс тетанус деп атайды. Түсінікті ғой, иә? Ал бұлшықеттің жиырылуының тағы үшінші түрі бар. Оны контрактура деп атайды. Оны контрактура деп атайды. Контрактураның үш түрі болады. Бірінші калийлі. Екінші кофеинді. Үшінші бұл посттетаникалық. Алғашқы екеуі, калийлі және кофеинді, бұл осы саркоплазмалық ретикулумда осылардың көбеюінен пайда болады. Бұл былайша айтқан кезде контрактура дегеніміз, мысал келтірсек, контрактура дегенге не екеніне мысал келтірсек, бұлшықет босаңси алмай тұрғанда пайда болады. Мысал үшін ауыр жүкті көтереміз ғой, ауыр жүкті көтеріп біз жерге тастағанда кейбір кезде саусағымызды жаза алмай қаламыз. Себебі неге жаза алмаймыз? Себебі оны жазуға көмектесетін АТФ жоқ. Сондықтан саусағымызды жаза алмай қаламыз. Міне контрактура дегеніміз, былайша айтқанда судорога, осы контрактура болып табылады. Міне балалар, біз бүгін бұлшықет жиырылуының түрлерімен таныстық. Оның қандай түрлері болатынымен таныстық. Енді сендерге бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.